мына нәрселерден сақ болайық деп айтқым келеді. Қараңыз, біз кейде Алланың атымен ант ішкенді жақсы көреміз. Валлахи, биллахи, таллахи деген сөздер бар. Бұл Алланың атымен қасам ішу. Не болмаса қазақша не дейді? Алланың атымен ант ішейін деген сөздер бар ғой. Осыны исламда айтады. Исламда не дейді? Көп қолданба дейді бұл сөзді. Алла тағаланы ортаға кепілдікке көп қоя бермеңдер. Өйткені сіздің жасап жатқан амалыңыз жаңағы өтірік болып қалатын болса, оны сіз де білмейсіз ғой шындап келген кезде. Онда сізмен күпірлікке түсіп қаласыз. Үлкен күнәға түсіп қаласыз. Кейбір кезде байқайсыздар ма, кейбір адамдар осы әдет болғанда, валлахи мен білмеймін дей салады. Бұрын мынандай сөз бар еді, валлахи биллахи деп. Негізі екеуі де сөз, дұрыс сөз, ондай сөз бар. Валлахи деген бұл қасам ішу. Биллахи, таллахи деп қасам ішеді. Осыны ағайындар, осы сөздерді көп қолданбай-ақ қояйық. Алланың атын, ана өзіңізді сіз дұрыспын деп ойлап тұрсыз ғой, біз кейбір кезде Алланың атымен ант етемін. Бұл не дейді? Былайша айтқан кезде ортаға кепілдікке Алланы қоям деп тұрсыз ғой. Осыны айтады, сақ болыңыздар. Бұл сөзді көп қолданбай-ақ қойыңыз. Рас айтамын, еркекше айтамын дей сал. Егер шынымен дұрыс болмағанса сен ешкім қатын демейді ғой. Бірақ Алланың атын ортаға қосқаннан кейін бар ғой, Құдай сақтасын, егер ертең сөзіңізде тұра алмай қалсаңыз бар ғой, күпірлікке түсіп қаласыз.